Қайырлы күн достар. Сіздерге бүгін қазақтың ұлттық киімі шапан туралы айтып беремін. Шапан қазақтың ежелгі әрі киәделі киімі. Ол арасына жүн немесе мақта салынып, сыртын шұға, барқыт сияқты әдемі әрі мықты матамен қапталып, ішін астарлап тігетін жылы киім. Шапан тік немесе қайырма жағалы болады. Жағасы, өңірі, жеңі әсем ұлттық өрнектермен безендіріліп тігіледі. Әдемі болу үшін кейде жиегіне бағалы аң терілерден, басқа қымбат матадан зер, бұлық немесе жүн салынады. Шапанға түйме, әйелдердікіне ілмек, қапсырма қадайды, немесе сыртынан белбеу буынады. Бұл киімді барлық адамдар кие береді. Өйткені ол пальтодан гөрі тез киюге, отырып тұруға аса ыңғайлы әрі жылы. Шапандардың күз бен көктем, жазда киетін қалың жұқа түрлері бар. Дәстүрлі шапан ұзындығы тізеден сәл төмен, жеңнің ұзындығы саусақ ұшын жабуы керек. Шапанның әлеуметтік белгі ретіндегі формалары да болған. Мысалы, хандардың арнаулы атқосшыларының шапанның етегі алдыңғы жағынан ойық болған. Бұл шапан етегі түрілі деген мағынада. Пішілуіне қарай сырмалы шапан, қаптал шапан, қималы шапан, кең қолтық, ұзын жең шапан сияқты түрлері болса, әлеуметтік ерекшеліктеріне орай зер шапан, оқалы төре шапаны да деген түрлері бар. Тігілген матасына қарай мақпал, шибарқыт, пүліш, тағы басқа айтылатын болған. Жаздық жұқа шапан, жалаңғабат шапан аталған. Шапанның сондай-ақ аймақтық өзгешеліктері де болған. Күнделікті тұрмыста келетін шапан тысы берік қымбат емес маталардан жасалған. Оған әшекей, ою-өрнек салмай тіккен. Шапанды ерлер де, әйелдер де, балалар да киген. Қазақ халқында сыйлы қонақтарға тарту таралғы. Сыйы кәдеге жүрмен қабат, төлем түрінде де ат шапан айып, шеге шапан жүрген. Шеге шапан кәдесі құда болуға баталасқан, екі жақ келіскеннен кейін қыз әкесі жаушыға жабады. Бұл уәде пісті деген сөз. Жаушы жігіттің үстіндегі шеге шапанды көріп, жұрт шашу шашып қарсы алған екен. Отбасылық ғұрыпта шапанның қызметі мұнымен шектелмеген. Қалың малға берілетін кәделердің ішінде шапанның орны бөлек. Баланы сүндетке отырғызған адамға берілетін сый ретінде де кейде шапан жүрген. Қазақ тұрмысында шапанның маңызын көрсететін дәстүрдің бірі шапан кигізу, иығына шапан жабу дәстүрі. Хандар жақсы қызметі үшін адамдарға қадірлі сый, дәреже бергенде иығына шапан жапқан. Мұндай шапандар арнайы тіктірілген. Ханның өз иығындағы шапанды кигізуі үлкен мәртебе саналған. Бай шонжарлар, ақын серілердің өнер үшін шапан кигізген. Бір ел мен ел арасындағы елшілікте де құрметті сый ретінде шапандар жіберілген дейді ғылыми деректер. Тәуке ханның 7 жарғысында тәртіп бұзған адамдарға ат немесе шапан айып тарттырып жазалау да шапанның қазақтың тұрмысында зор маңызы бар екенін дәлелдейді. Қазіргі уақытта жаңарқа қымызымен бірге қолдан тігілген шапанымен танымал. Басқа өңірлерден осы жаңарқаның тігілген шапандарына сұраныстар өте көп. Осы музейдегі шапандардың түрлерімен таныс болыңыздар.